Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Alston shahridan atterletib kelib o'tirgan Grand Hall restoranimizning siyli mehmonlari, jazirgan og'alarimiz, anachalarimiz. Grand Hall restoranimizning to'la oz dasturxonlarini o'zlarimizning siyli o'rinlarimizga hamrat etamiz. Grand Hall restoranimizning barcha xizmatkorlari
olayak kichkina bolalarimiz az vaqtlardan keyin xalqimizning son dasturi Betaşar dasturi boshlanadayizlar. Atadan bolaga o'tib keltirgan, ustozdan shogirdga o'tib keltirgan xalqimizning son dasturi Betaşar dasturini boshlantiramiz. Betaşar bo'batibdi, yaxshi. Apalarimiz havuzda turib qolmayaq, seni o'rnlarimizga o'tirib joylashib olayaq. Grand Hall restoranimizning barcha xizmatkorlari xizmatingizda. To'la assasakallarımızla oturup joylashib, to'la assasakallarımızdan dam tatamiz. Kelgan barcha siyli qonaqlarimizga xos bo'lsin deb qilamiz. To'ylari barchaga qutlug' muborak bo'lsin.
Gelin gel bir şabalak turaya ağaylar. Toylar oğun bolsun. Oybay sel berli jakınlaşıp bir düşüdü. Төрге шығып жүріппіз ғой сен. Сәл берли жақынлашып бері ғой. Мына ағаш таптырған бол, таяғы өзіне үлкен ғой, ойбай жаным дейді. Күшің жетіп жатыр ма? Тап болады. Күшің жетіп жатыр ма ағашқа? Сәл бұлайлы қарап тұра ғой. Тап мына залдың несіне. Енді болды. Ал, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум азиз достар, қадірлі той мейманлары, заманластар. Бүгін әлбетте сізбенен біз қуаныш үстінде дидарын есіп көрісіп отырмыз. Ол да болса Қарақалпақ елімізге елеулі халқымыздың қалаулы шаңырақлардың бірі біздің Рүстем ағамыздың, Айткүл апамыздың шаңырағына келін келіп жатырыпты. Келін келсе аяғыменен, шопан келсе таяғыменен дейді. Сол айтқандай осы шаңыраққа иіліп түсіп жатырған келін, осы шаңырақты гүллендіретін келіндердің бірі болсын деп ажайып тілектерімізді білдіріп қаламыз. Осындай әдеулі ел атқа, әдеулі алтын босағаға келін қадем қойғалы айтылған тілеклер, оқылған дуалар Алла даргайына оңла бастап қабыл болсын, жақсы тілектеріміз мол. Ал енді ақыл насият сөздермен ықшамластырған беташарымыз бастаймыз. Енді елді келінге таныстыратын уақытларымызы жетіп келді. Егер сіздің Рүстем ағамыз бар ма? Рүстем ағамыз болса, біз ұрсат сұрайық, беташар басылайық па, не қылайық деп. Енді Айткүл апамыз жерде бар екен ғой, Ағам қайда? Ағам кейін бір минутқа бір шақыршы берсеңіз, беташардың кезіне дұшшөді тұрса да болады ағам. Себебі әзінен бір қатар мейманларымыз салға сәлемлерін тапсырады. Енді соңына кейін мына жақта бір жағынан құдалық қылып жатыр. Енді Рүстем ағам мен Айткүл апам бүгін баса-баса болып тұр. Енді сонда да беташарға бір диққатты бөліп, осы жерде бір 10-15 минут тұрса, құда қаласа беташарды жұмақлаймыз. Рүстем ағамды бір шақырып жіберсеңіз ғой.
Еді беташар деген дәстүр бұрыннан кеткен дәстүрлердің бірі үш жерде отырған міне Ақжаулығы аналарымыз бар. Бір қатар қажы аналарымыз бар. Бәрін сол алдында беті ашылған. Біздің Нүксір районынан келіп жатқан меймандар бай қош келіпсіздер. Тойлар оң болсын. Елек жатыр ізі бір 5-6 машин жатыр, жете алмай жатыр олар. Жолда радар көрдіңіз бе? 3 таяқ радар. 3-еу тұрып еді 30 қамадыңыз ба? Сон бір екеуіне іліндім ау мен бар ғой. Асығып жатыр бір екеуіне іліндім. Егер содан түсіп қалған болсам Руслан төлейді соң бәрін. Рүстем аға, келін, Рүстем аға. Айтты апа, келін. Ал мына келін бетін ашайын деп жатыр. Ұрсат па, ұрсат сорайын. Ұрсат па? Ал Рүстем ағамнан ұрсат алым. Үрметі мейманла ұрсат па бет ашуға? Бір шабалақ ұрсаңыз ұрсат деп түсінейін мен. Ай, рахмет. Ал тойдың елінен ұрсат алдық, мейманлардан ұрсат алдық, рұқсат Алладан деп әстәқілікпен беташарымыз бастаймыз. Ал енді беташарымыздың басына үш шаңыраққа ел түсіп атқан келінге азы кем насихатларымыз айтып өтеміз. Ал келіншектің бетін ашамыз. Түскен шаңырағына дүз несібесін шашамыз. Сөзімнің басы бісміллә. Мұсылман болса түбіңіз бісмілләсіз іс қылма. Енеңіз шашуда. Айтгүл апам шашуда. Дәриядай көйлі тасуда. Келін келді деген соң, бақыт келді деген соң, келіп тұрман келінің бетіңізді ашуға. О қалайық, азды кем тынышланайық, ауырласпай, шуласпай сөздерге құлақ салайық. Тегін емес бірақ бұл бәрі сені сынап тұр. Қалай екен келін деп бір-бірінен сұрап тұр. Бойсынып қалқтың салтына, ибі сақлап тартына, жасы менен қартына, жиналып келген бүткіл Қарақалпақ қалқына, жұп сәлем әйлі келіншек. Ал жаман жерің болмағай, жарқын жүзің солмағай, eğilip түскен есігің дымда қапа қылмағай. Азанда майын қайнағай, құманда шайын қайнағай, бақтың күліп мұдамы төріңді бөбек ойнағай. Жақынырақ келін қалайық, бәріміз бірге жиылып, келінді қарысы алайық. Ал насихаттарымызды даум еттірек, тойлы пасы бойыңа жарастыр келінім, келіні бұл ардақлы Қарақалпақ елінің. Қосылғамна Руслан жанға яр болғайсаң опалы болсаң бәрхама жүзлерің болар жоқары. Өзіңдей пәк зекелілердің Қарақалпақ елінде көбе берсін қатары. Жаңа түскен келіншек болмау керек еріншек. Толық екен ақылы санасы десін келіншек. Саналы қылып өсірген анасы десін келіншек. Жұмысының жоқ сірә шаласы десін келіншек. Шалағай қылмай жасынан, сылап сипап басынан, бір тәрбиялы жердің өсірген балаусы десін келіншек. Келлер келге іләйім, келлер түскен есіктен, бөбеклер жатсын әр бір үйде, әр бесікте. Туылған әр бір перзенттің азамат болып ержетсін, туылған жер ана ватанға адал қызмет көрсетсін. Летчик болып ержетсін, парвазлап ұшсын хауаға, врач болса дым жақсы дәтке келер дауаға. Алым болып ержетсін, өлімнің сырын ашқандай, айбатты болып ержетсін, Ерназар ала көз палуандай. Ал көп сөзіміз қойайық, күтіп қалды қалайық. Бүгін тойға келіпті жақын менен алыстан, қуаныш менен қайғыны теңдей бөліп алысқан. Жезде менен қайнаған қайын апа бикеш абысын таныстырып қана өтейін, кімнің жақын алысын. Ал тойымыздың қадірлі мейманларына жаңадан түсіп атқан келінге насихатларымызды азлы кем қылдық. Енді әлбетте қалған ақыл насихатты үрметлі қайненеңіз Айтгүл апамнан ала бересіздер. Біздің бұрақтылар, біздің Айтгүл апамыз сондай әдулі елатқа келін болып түскен, ене көрген, енеге қызмет қылған, енеден ақыл нақыл алған, бүгінгі күнде қақарман ана,
Сол айтқандай, үрметлі қайыненеңіз Айтгүл апамыздан қалған ақыл насиятты ала бересіздер. Ал біз беташарымыздың басына арамызда ниеті өтіп кеткен марқұмаларды еске алып өтек рухлары жад болғай. Өліні тірі сыйламай ел болмайды дейді ағайлар, ел болғай мәселейін. Бір данышпан айтқан екен, еркек аспаннан түскен жоқ, хаял оның анасы, хаял өзі болған жоқ, ол еркектің баласы дейді. Сол айтқанда мына марқұмаларымыздың аты батқан кезде сәл қауырны азайып тұрсақ мақсатқа мапық болады деп ойлаймыз. Ең әуелгі сөз басы қожалықтың жол басы. Қанша жыллар өтсе де яддан кетпес сұлғасы. Атаңның да атасы, саялы күжім шақасы. Сізлердей жас әуладлар сол күжімнің шақасы. Марқұмда болған, жеті атаңыздың бірі болған Ешпан атлым марқұм үлкен аталарыңыздың рухларына, Елмұрат атлы үлкен аталарыңыздың рухларына, Меңлібейке атлы аты шыққан үлкен апаларыңыздың рухларына өз алдына иіліп, жұп тәжім әйлен келелер. Ой ялғаншы, алдайды екен сен ау алғаншы. Бенденікі жасамақ, әжелдің үлгір құрғы алып кетті ғой тасалап. Және де марқұмда болған Гүлзар атлы үлкен апаңыздың рухларына, Шерінқан атлы марқұм ажапаңыздың рухларына, Бақадыр атлы аты шыққан марқұм ағаларыңыздың рухларына өз алдына жұп тәжім әйлен келелер. Бұл дүния бендеге екі берілмес. Қарап тұрсам келенжан бүгінгі бақыт тойында айырым дайы аталарыңыз көрінбес. Марқұмда болған Нұрсланның үлкен дайы аталар деп жазыпты. Юсуп атлы үлкен атаңыздың рухларына, Құтлымұрат атлы аты шыққан дайы ажағаларыңыздың рухларына өз алдына жұп тәжім әйлен келелер. Рахмет, тойларыңызда қайтсын. Біріңіз мың болсын бір ауы. Мына жерде бір столшық ал жібере қойыңшы. Сөйтіп тұра қойыш. Рахмет. Азарсыз жан едің әммеге бірдей, жасадың бендіге еш азар бермей. Атыңды яд әйлер әуладың қалды, марқұмлар жатқан жерің бейіш бола бергей. Және де Рүстем ағамыздың бір қатар дайлары, Аяп атлы марқұм ағамыздың рухларына, Пердібай дайы ағамыздың рухларына, Базарбай атлы аты шыққан марқұм ағаларымыздың рухларына өз алдына иіліп, жұп тәжім әйлен келелер. Бұл дүнияға келгенде кеткенде бар келіншек, ұлы тойға жеткенде жетпегенде бар келіншек. Арамызда жүр алмай, ұсы тойды көр алмай кеткенде бар келіншек. Және де дайы аталарың, Қалбай атлы дайы атаңыздың рухларына, Бақберген атлы аты шыққан дайы марқұм аталарыңыздың рухларына өз алдына жұп тәжім әйлен келелер. Алғыз сөз соннан бастанар, бірден көзге тасланар. Арамыздан кеткен марқұмларымызды естесек, еріксіз көзге жастамар. Және де марқұм дайыларымыз Сәтбай атлы марқұм дайымыздың рухларына, Тұрғанбай атлы аты шыққан Рүстем ағамыздың дайыларының рухларына жұп тәжім әйлен келелер. Рахмет. Өлі сыйлаған бай болар деген ата нақылы. Мен де соны айтайын, сол шығар әммеге мақылы. Енді осы беташарда аты шыққан, аты шықпай ұмытылып қалған, бәрші дүниядан өткен мүмін мұсылманларымыздың рухларына өз алдына жұп тәжім әйлен келелер. Рахмет, тойымыздың қадірлі мейманлары ең беташарымыздың басында арамыздан ерте өткен марқұмларымызды естіп, кеулеріңізді жібіті болған басық кешіріміз сұраймыз. Марқұмларымыздың жатқан жері жарық, топырақлары торқа болғай Құдайым, қалған жағында амалық болғай. Және бір мәрте Рүстем ағамыздың, Айтгүл апамыздың шаңырағынан бастанған той қоласын деп, тойхананың үрметіне бір шапалақларға қойсақ болады. Рахмет.
Рахмет, тойларыңызда қайсын. Енді мына марқұмаларымыздың ат шығып атқан кезде қалтама салып келіп салбатысыздар. Рахмет, тойларыңызда қайсын. Ал енді сәлемнамамызды жас үлкен аталары һәм апалары деп жазыпты. Көп жасаған шешіре, әр жасы бір өжіре. Кәт құдалар ағласы, ақыл сөздің ұстасы. Айтатыны жақсы кәп, сөзінде жоқ аш шығып. Жас үлкен аталар һәм апалар, ең үлкен енең бар үш жерде. Қаллыгүл апама, Теңел, ондан кейін Дәме апа, Айымгүл апа, Теңел аға, Сәрсенгүл апа. Ал ондан кейін Әділ атама, Әдір атама. Бет ашады, кім жаза қойды екен? Мына жерде Әдір атамыз бар. Ондан кейін Қызларгүл, Мырзабай аға, Зүлпия апа, Адыр ата, Азырбай, Тұрдыбай, Дүйсенбай, Зерхан апам, Базар апам, міне аты шыққан жас үлкен аталар һәм апалар топарына өз алдына жұп сәлем айлы келіншек. Жұп сәлем айлы келіншек. Рахмет. Сол үлкен аталарың, апаларың арқасында сол қуаныштың тойды болып атырғаны. Ал ондан кейін үрметлі қайын атаңыз Үстем ағамызға келді. Асықпаған, саспаған халықтың кеуілін қошлаған, бүгінгі тойды бастаған. Төрт құрлап ошақ ойдырған, малдың семізін сойдырған, келген әр бір қонаққа Гранд Холл атлар ресторанынан арнап столларды жайдырған үрметлі қайын атаңыз, Рүстем атлы қайын атаңызға өз алдына жұп сәлем айлы келіншек. Рүстем аға, рахмет, тойларыңызда қайсын. Ал ондан кейін Айткүл апа, не қылайды? Айткүл апама келді. Келінім келді бүгін деп, оңнан туйды күнім деп, үй машқала сенігі жегіл болды жүгім деп. Мұнау тұрған енеңіз емес, анаңыз, қатарда солай санаңыз. Үрметлі қайын енеге сіздеп сөйлесен деме, ақыл берсе тыңлай бер білемен бәрін мен деме. Бізге айтып алғысын, жүректері балғысын, Айткүл атлы қайын енеңізге. Айткүл апа неше мәрте сәлем берсін, қазір шаныс бар апа. 2 мәрте. Не жұмысы бар ма? Қайын енесі үйіп тұрғы жүда бір. 3 мәрте сәлем бер біздің Айткүл апам, бұннан бетер шалғысын. Енді ақылы болса біреу қосады өзі, я? Ақылы болса қоса. Айттым оны қосады. Ал ондан кейін мұрындық атасы. Ел халықты жайлаған балалардың өрнеклі болсын деп Қарақалпақ елінде өніп өсіп отырған шаңырақлардың бірін мұрындық ата ене қылып сайлаған. Келінің мұрындық атасы жүзінде жоқ қапасы, ата болғай мұдамы жүз болғай оның шақасы. Кенжебай ата мұрындық атаға, Гүлайым ата мұрындық енеге өз алдына жұп сәлем айлы келіншек. Жұп сәлем айлы келіншек. Ай, рахмет. Кенжебай тойлар оң болсын. Бұрынды қызларда оң болсын. Ал ойнан кейін қайнаға абысылар. Бірі аға, бірі іні, бір тұтардың тарындай, бір атаның ұлыларымыз 8 қауындай. Беккем ауызбіршілік қара үйдің бауындай. Сойылтқан деміне қайнаға абысылардан өсерменен ұразаға, бақтиярға, өз алдына жұп сәлем айлы келіншек. Ал онан кейін жезділері һәм ажапалар деп жазыпты. Той деп хабар барған соң гүлдей жайнап апалар келер үйге тұмтыстан. Олар келгенде әрдайым қабағынан қар жауып болмаған үйді зүмістан. Сол айтқандай жезде апалардан Тоқтар менен Перузаға, Ықылас менен Данаханға, Еркін менен Азимаға, Әлишер менен Нағимаға, Наурыз, Камила атлы ат шыққан жезде һәм ажапалар топарына өз алдына оларға да бер жұп сәлем. Ал онан кейін құда-құдағайлар деп жазыпты. Қыз беріп қыз алысқан, мереке тойға барысқан, ұсындай ұлы тойларда құшақ ашып табысқан дейді. Сол айтқандай құда-құдағайлар Таңатар менен Нұрсұлуға, Кеңесбай менен Қызларгүлге, Жалғас Рақила, Оралбай Лала, Данияр құда дейді. Аты шыққан бір қатар құда-құдағайларға өз алдына жұп сәлем айлы келіншек. Жұп сәлем айлы келіншек.
Al ondan keyin Ruslanның dayылары Айтбек аманың туған туысқанлары. Қалай деп тойдың анжамы? Қалай деп тойдың анжамы бұяқта болған бір жаны. Анам менен туысқан барлық ашшы-дұшшыға белді беккен болысқан дейді. Сол айтқандай дайылардан міне Сәнемқан атлы дай апам бар. Сәнемқан, одан кейін Зибақан, Қаллыгүл, және Қаллыгүл бар. Құрал менен Гитаға, Азамат менен Зита. Ой, Гита, Зита. Екі ойласы баған жоқ па әйтеуір? Бірден қыздаған жоқ па? Құрал менен Гитаға, Азамат менен Зитаға, Патшақанға, Жақсымұрат менен Ділбарға, Бердімұрат, Рано атлы біздің Айтбеке апамның туған туысқанлар дайлар топарына өз алдыла. Жұп сәлем айлы келіншек. Ал ондан кейін дайылардан кейін желілер деп жазыпты. Жиен тарықса дайыға, жиен тарықса дайыға сүйенер деген нақыл бар. Қалай келсең өзің біл, бос келсең де хақың бар дейді. Біздің апамның туған туысқанларға ұқсап тұрсыз апа. Рахмет. Сонда мен яқшы. Ал ондан кейін желілерде міне Айдос пенен Нұржамал басылаған желілер топары бар. Айдос пенен Нұржамалға, Сабыр менен Айсұлуға, Нұрик пенен Айсанемге, Жолдас пенен Сақып Жамалға, Жансая, Мақсет, Раушан, Раяна, Гүлдана. Енің емес пе тұшын көплеу берсін деп тұр. Ал атларын айтып алайық яқшы. Атын сенен басқа да адам аты. Гүлдана, Аллаяр, Мусабек, Султанбек, Муслимбек атлы аты шыққан желілерді барла. Қайсысы жаңа айтып кеткен желілер? Жұптан екі мәрте бері ғой. Бола ма? Жұптан екі мәрте төрт қой. Болма енді патрат болып жүрмесін әйтеуір. Ал ондан кейін бөлілер. 9 үйдің төресі осы шаңырақтың бір қатар бөлесі. Бөлілерден Мырзахмет бөлі, Мадина, Шахон, Азизбек, Раяна атлы аты шыққан Русланның бір қатар бөлілерінің өз алдыла. Оларға да бер жұп сәлем. Ал ондан кейін бейкешілерді жазыпты. Мынау тұрған бейкешің оларға тілің тимесін, оларнағы сырласың, заманласың, жырласың дейді. Сол айтқанда бейкешілерден Сайора, Монира, Ділназа, Гүлмира, Наргиза, Улзада атлы аты шыққан бейкешілер топарына өз алдына. Жұп сәлем айлы келіншек. Жұп сәлем айлы келіншек. Ал ондан кейін қайылер, мынау тұрған қайнысы деген қайкісі. Қайылерден жарыпсаң, оларға қызмет көрсетсең, озарсаң мұдан жарыстан дейді. Сол айтқандай қайылерде мына ендік кезек қарап тұрған Масауаддин атлы қайныңе, Шыразаддин қайныңе, Камаладдин қайныңе, Жасурбек қайныңе, Мирас атлы аты шыққан қайылер топарына өз алдына. Оларға да бер жұп сәлем. Үйленбеген баламам мына? Ой бар, бой мен өлем. Ондан кейін Русланның коллективі Нөксірей мәдениет бөлім деп жазды. Бай-бай. Хәлі кетіп көлікті бүгінгі сенің бақыт тойыңа ат көтермес назым елен. Нөкіс районынан Русланның мәдениет бөлімі коллектив бүгінгі тойға келіпті. Жүзінді күлім шырайы ойнап күліп жүріпті. Рақим Мұстақим шпасылдағы Нөкіс районы мәдениет бөлімі Еркін баяға, Әжниязаға, Бақыт баяға, Бердағаға, Айтбай, Карамат, Имошкүр, Бақрам, Ширин, Гүлнара, Гүлши, Сарбнас, Рақима шәлігім қап қойды. Бақыт Дәулетова. Фамилияңызға не айтып? Сөйтіп әкеліңіз бір. Бірінші сіздерді айтуым керек екен. Бір настроениен көтер жақсы. Бір настроениен көтер. Енді коллективке 3 мәрте сәлем бер. Бас. Келе қойың ай.
Қайтарсын газға жетпей қалмасын. Қайтарсын газға жетпей. Сөйт ғой. Ой, сөйт. Күлнара келе ғой. Айналайын, келе ғой. Енді сіздерден алмасам кімнен аламан? Енді менің бала шағам бар ғой менің де. Қайтарсын айту. Қайтап берді деп тұрмаң, яшы ма? Сарназдың қолынан келеді сол. Қайт бересті бұл айтып кетіп барды. Қайт бересті дейді. Ал, яқша. Айт, костюм шалбар киген. Ой, біздің Бұлар алып кетуден нам қайтпайды. Бақыт не қылдың біресі рахмет. Тойларыңызды қайсын. Ал онан кейін Рүстем ағамыздың бір қатар жора жолдаслары. Достық Күлшәніне мегзес бұл заман. Қадырбай қап қойыпты ғой. Қадырбай адлы Русланның жорасы коллективіне өз алдына жұп сәлем бергеншек. Қадырбайға бір сәлем бер. Бір сәлем, және. Бабайт. Осы балам құр жұмыс қалды ғой. Осы балам. Қара ертең арзасын жазсын. Ашын жазыға қап қой. Я арзасын жазсын, инструмент черсін ертең. Я ғой енді мәйт. Ал онан кейін достық Күлшәніне мегзес бұл заман кеуілерден су ішер мұдан. Өзің дүзел болсан көп тұр дос яран, достарың ішінде ұсындай қадырдан достарың болсын дейді. Рүстем ағамыздың бір қадырдан достары Тұрсынбай менен Лалаға, Жұманияз менен Тұрдышқа, Пердебай менен Абадан, Жеңіс менен Базархан, Дәрбай менен Тамара, Қошқар менен Нағима, Қаржау аты атышқан қайнатаңыздың бір қатар достары қордасарынан өз алдына жұп сәлем бере қой келіншек. Енді Айтгүл апамыздың достары, қайненеңіздің достары оңына баслай бергей, бағанадан бері айтып атқан тослары, сол айтқанда енді атларын атамаймыз, атына тайық бая. 78-дегі қыз жігітлердің класслас достарының бәріне өз алдына жұп сәлем айлы келіншек. Осы шаңырақтың бір қатар ұрморындық ұл қызлары, оңына баслай берге бағанадан бері айтып атқан бір қатар тослары. Рүстем ағамыздың қадырдалары ма? Сондай. Ой, рахмет. Ау, қалта аға. Білмейді, не салсаңа білмейді қалта ғой. Бол. Аз арқайын танысамыз аға, бетті ашып болайын. Сол сізге жақын жерлерден мен ғой. Арқайын танысамыз. Бұрындық ұл қызлары Тілеу Қабыл, Делфоса атлы аты шыққан ұсы шаңырақтың бұрындық ұл қызларына жұп сәлемете ғой келіншек. Ал ондан кейін қоңсыларды бір үш бөлікке бөліп жазды міне. Қиямет күні мұрындық бала ма мынау? Ой, нанайын. Мынау мұрындық қыз ба? Ой, нанайын. Не қап қойды апа? Бәрі дұрыс па? Қиямет күні қоңсыдан айту керек қоңсынам. Қоңсы болсаң ұятлы ағайыннен зиятлы дейді. Сонда міне қоңсы қоңбалардан кеңеспенен Қалшке, Жеңіспенен Светаға, Сұлтан менен Зеркама? Арасаты сөйтіп айтса Зернегүл, Сұлтан менен Зернегүл, Ниязбек атлы аты шыққан қоңсыларға өз алдына оларға да бер жұп сәлем. Енді мына қоңсыларды бөлек жазды. Ауылымыздың қаймағы, енді би ағалар деп бөлек жазды. Ауылымыздың қаймағы сыйлайды ауыл аймағы, төрелік етіп отырар қызметлерге тойдағы. Осы жерде міне қоңсы би ағалар Тайыр, Юсупбай, Жәнібек, Бұқарбай би аға аты шыққан бәрше ағалардың құрметіне өз алдына жұп сәлем айлы келіншек. Ал онан кейін нан бауырсақ пісірген қатылар деп бөлек жазыпты. Нан бауырсақты пісірген қазанды жерге түсірген, шелпек қадем молдан болған қалталар пұлға толған дейді. Сол айтқандай нан бауырсақ пісірген апалар Алмаш апамызға, Үріш апамызға, Бейбайым апа, Қарлығаш, ХТБ деп жазды. Һәм тағы басқа нан бауырсақ пісірген бәрше қоңсы апаларыма өз алдына иіліп, жұп сәлем айлы келіншек.
Al ondan keyin Ruslanның группаласты жоралар деп жазды. Бірі қалмай бірінен шыға берген үйінен бет ашарда келіншек дидарыңа сүйенген дейді. Сол айтқанда міне бір қатар Ruslanның группалас жоралары театральный институттағы бірдеңе группа деген ғой мынау, не деген группа деген мынау? Театральный деген. Қасыма кеп айтсаңыз ғой, қасыма кеп. Қасыма келin бәрі, группаластар келin, бірімлеп келе берің. Сөйтіп айтшы берің. Рахим деген группалас жорасы бар. Қандай группа? Музреч. Наурыз. Музреч группа, Наурыз, Рахим. Мыналардың атын айтып берсең ғой енді. Руслан, Аллаяр, Дәулет, Мейірбек, Құрал енді келеді. Одан кейін Қадырбай ұсташ. Қадырбай қаяқта? Бұл хам коллектив, хам группаға кіре ме? Қадырбай. Сол баланы ұстау керек болып тұр. Апасының бала болып тұр ғой сол бала. Музреч группасына жұп сәлем бере ғой келіншек. Ондан кейін Русланның класслас жоралары. Класста бірге оқыған, білімнің сырын тоқыған, бұлар нағыз сырласын, бірі құраған бір басын дейді. Сол айтқандай класслас жоралардан Асыл Би, Ернияз, Расул, Жолдас, Темош, Нұрпалат, Қабыл, Нұраддин, Асқар атлы аты шыққан Русланның бәрше қадырдан класслас жораларына құрдастарыңызға өз алдыра жұп сәлем бере ғой келіншек. Сен Русланның класын баласысың ба сен? Вай ба. Сен жүрмейтін жерің жоқ екен сен. Түрің ана бір неге ұқсап алды? Яқшы. Ал ондан кейін Рүстем ағамыздың дайлар, анналар деп бөлек жазды. О дайлардың әлбетте осындай да пай бар дейді. Анналар Гүлстан апамызға, Гүлнара, Толбай менен Балмираға, Манас, Айтбай, Дәрбай, Гүлмира, Дәрябай, Гүлмира атлы аты шыққан Рүстем ағамның дайлары анналарға өз алдына жұп сәлем айлы келіншек. Бұлау тұрған бөледі, өз сырлы күледі, не білгені ішінде иінін қысып жүреді дейді. Сол айтқанда Рүстем ағамыздың бір қатар туысқан бөлелері атларын атаймыз ба? Яқшы. Туысқан бөлелерге өз алдына иіліп, оларға да бер жұп сәлем. Ал енді аты шықпай қалған ағайын жоқ шығар, я? Бәрінің аты шықты ма? Өкпелеп отқан адам жоқ байтелер, менің атым шықпай қалды. Салондар атың шықты ма? Вай, құйған шайды отыр төкпелеп, менің атым шықпады деп өкпелеп, ашуланыңқырап тұрды қасымнан кеп жерді тепкілеп, Русланның қадырданы Самандар атлы жорасына отдельно жұп сәлем бер келіншек. Ең болған шығар ау, я? Ат шықпай қалмады ма? Қолға алып қалемді жаңлатайын әлемді. Осы жерде аты шыққаны бар, шықпағаны бар, бәріне келін жұп ет сәлемді. Ай, енді болған шығар. Бізді апам қаяқта енді? Ой, рахмет, ағалар, тойларыңызға қайсын. Сау болын, тойларыңызға қайсын. Келін, апа, келін, мұна меймандар еліге барды. Ассаламу алейкум. Келін, мынандай қылайық апам, қағазда жазылғаның бәрін айт дегеніңіздің бәрін айттым. Ешкім қап қоймады, қалыптан сұрадым, қалмадық деді, келін бетін аша бер деді. Бірақ желілер сәл апасын илау екен, 5 мәрте сәлем бергізді ғобағаны бар ғой. Бұл да болса да апамам. Келін апам мынандай қылайық. Енді келіннің бетін ашайық. Ақ жауық бір шешші берің мына жердегендер. Мынаның үстіне бір ақша байлаған шығар ау мұрынды қапасы, я? Мұрынды қапасына ма? Сен байладың ба ақша? Ау, я? Менің Камал. Ой, бәтжан, мына Камалдың аты шықпай қалды ма? Камаладдин деген. Камаладдинге бір сәлем беріп жіберіңізші. Нөйін жөн дейді. Камаладдин, мына үшінде ақшам бар, ақша саған. Мына тауарды мамаң апарып берейікші ма? Ертең үйленсең келіншегіңе ештен қала тіктіп береді сол тауардан. Сен келіншегің мен келіншегіме ұқсаса сенен бұрын тауарды күтіп отырады үйінде. Ал мынандай қылайық, мына ақ жаулықты мына келіннің бетін ашпай тұрып маған бір алып беріп жіберің.
Kelinin bетін ашпаған halda, әстен tartma, прическасымызды болма бірақ әйтеуір салонға кетіп қалмасын. Ал. Апа келін. Мына ақ жаулық сізге ниет етіп тапсырайын. Мына ақ жаулық сізге, бұл ақ жаулық пәкіліктің тымсалы апа. Осы келіннің ақылық сүйгейсіз, ақылықтан шаулық сүйгейсіз, шаулықтан қулық сүйіп, Құдайым со Үрістем ағамменен қажы ата, қажы апа боп, ұлылардың қызлардың бақына аман бой қойсын. Мына ақ жаулық сізге қадесі бар. Бізге деп. Ау, апа қаяққа кеттің енді? Ау, кел бермін ке, ештен әкем әқымда келінің бетін аша. Енді келінің бетін кім ашса дейді? 25-теген кобылттың иесі. 825-теген кобылттың иесі бар ма? 825-теген кобылттың иесі болса, артқы балонның желі шығып атыр екен. Шықпасаңыз екіншінің желі шығарайын деп атыр. Апа келің. Ау, түсіп. Елі келінің бетін ашпасына түсіресің кенен арқайын. Апа, мынандай қылайық. Айтқыл апа, мен қаде айта беремін, ой, мен не еттесеңіз айта беремін. Кім кел? Ой, бойынша. Ол жақтан, жеп жақтан беріп әді. Бұл дайлар ма? Ой, пенсияңыз көбейіп кетсін, апалар. Бір қуам қалды ғой. Апа, кім келінің бетін аша, сол ісі көрінеді екен. Өзіңіз ашың, болмаса үлкен апам бар екен, біреуіңіз келінің бетін, пәлем деп ашың. Келінің бетін мен ашпайық қояйын. Мен түрімді көріп, келін тауып қалып, мұна жерде келінің орнына адам тауылмай атпайық айтыр. Соң үшін енді келінің бетін ашайық, одан кейін келін ақпатша берек, дуа берек, одан кейін Құда қаласа жастар тойын басайық. Апам, Қаллыгүл апам ашама я? Қалай болайын деп тұр? Сондай ма? Қаллыгүл апам үлкен енесі ғой, я? Ава, міне бір апам бұлай сәліне нете қойын? Не қа? Ава. Серім, сәл жақылай қойын бері қарай. Апам сәл ұрындыра бермей-ақ қойын. Ал, міне. Ал, апамна келінің бетін бір ашайық. Қане. Келінің беті ашып атыр бір шабала құрсаңыздан болады меймаға. Әне. Ай, рахмет, әне. Ал енді келініміздің беті ашылды, мына келінге ақпатия дуа беретін Теңел атлы атам бар үш жерде. Теңел атам кетір ма? Теңел атамнан бір патия алайық, дуа алайық. Құда қаласа енді ізі бірден жастар той басташы береміз қазір. Қадырбай келді ме? Қадырбай қайда? Келді ме? Ұстаң со баланы. Не бір қатар ағайлерімізіне біздің Қаллыгүл апама сауға сәлемлеріменен келген. Рахметлер. Келін, Теңел ата келін. Ассаламу алейкум. Ал бір патия қылайық. Ассаламу алейкум, құрметлі бүгінгі той мейманлары. Әмменізге бүгінгі келгендеріңіз үшін уақытларыңыз көп рахмет. Әмменіздің шаңырақларыңызға амалық болсын, дастарханларыңызға берекет берсін. Үйдегі, дүздегіңізді, қырдағыңыз, әмме Алла Тағала қолдап өзі қолдасын. Өмірлерін ұзақтан берсін. Неге бүгінгі біздің шаңырағымызға келін түсіп, жасына той беріп атырған екен Үрістем байынымыз. Той тоғыласын. Екі жастың бақтын берсін. Өмірі мені ізет түрметімен хажы тақтын берсін. Бұл екі шаңыраққа екі жасқа бақыт тілеймін, өмірлерін ұзақтан болсын. Әрбір атқан таңы менен батқан күні мазмұнлы болып өтсін. Алған өмірлерін әммес ізет түрметілі берсін. Соның ішінде ұсындың бәрін ұсы дәрежеге жеткер біздер ұсында адам қылған нелердің ақжаулық жамылып отқан анамыз отырды. Біріншіден анамызға үлкен ұзақ өмір тілеймін. Ол жақсы денсаулық тілеймін. Алдымызда аман сау саламат жүре беруін тілеймін. Біздердің өніп өскен жерді бәрін ағайын тосқаларын бәрі де той тамашасын дөжепті. Әммелердің шаңырақларын амалықпенен қуаныш ізет түрмет тілеймін. Міне бүгін той басқарып отқанна тойды бір өткен жігітлердің әммелердің қызметлеріңіз Алладан қайсын, шаңырақларыңыз амалық болың, өздеріңіз өніп өсіп осындай той тамашада қуанып күліп жүргенде Алла Тағала өмірлеріңіз ұзақтан қылсын, денсаулықтарыңыз зор болсын. Алла әммелеріңізге тілекті қабыл болсын. Амин. Амин. Теңел ата берген патияңыз Алла дәргені қабыл болсын. Алтын алма, дуа ал, дуа алтын емес пе дейді. Рахмет. Теңел ата, сау бол. Аз. Емлау со жаққа. Ассаламу алейкум, ұзақтан жақыннан келген бәрше той мейманлары, азиз достар.
Barcha mehmonlarimizning qadamlarini gul bitsin deymiz. Yana bir marta xo'sh kelibsizlar, xo'sh kelding qonog'ing safa kelibsang deb bugungi shang'arog'imizda bizni siylab kelayotgan mehmonlarimizga har doim yaxshi niyat tilaklarimiz mo'l. Endi ömürdə ham unerdə ustazımız, toy taravından шығarıb үйretken ustazımız Radik ağamızga bir toy taravın үйretsen bir şapan javaman degen vadem var edi. Sol vademde bugün bir orunlasam ağa. Akeling marhamat. Şapan ketma. Sen gözümde açtın bu keng dünyada. Oşqanda soň öldüm ko'rib yana. Kol şapanak at koyayım. Şeyhan ziyada Mehibli marjana Endi ustaga o'zingiz bir ömürdagi, önerdagi ustazımız bir patiya berib, elдің xalqның алдында Xudoy qalasa. Vay be. Qolaysiz. Yaxshi. Amin. Sizga hurmatingizga rahmat, niyetingizga rahmat, şapanға rahmat. Tek toy üretken üçün kiygizbey qo'yib, qo'layoq kiygize ber endi toy degan. Yaxshi. Yaxshi. Rahmat apalar. Voy voy. Rahmat. Endi Ruslan bizning endi ilimiz endi o'zimiz yazib shakart deb aytib uyalaman men, biroq o'zimda aytaman. Men ustaz deseng ustaz dey bermen, biroq shakart deb aytpay qo'yayinchi, o'zim endi yazman, biroq sal qisqaman deb. Sonda ham endi bizni ustaz ko'rib, izimizga yerib, to'ylarga borib, voy to'lqib turib, buyt ko'rmabman qo'ymay oldimmi? Olday zot ko'rmaganman qo'y men. Ilim, hamisha yo'ling jarq bo'lsin. Kelimen Xudayım tengdey qartayıp, Rüstem ağamның apam, Aytkül apamның baqına sağ bolsa, kelimenen aqlıqlardı apama, ağam men apama aqlıqlardың izin Xudayım so şavuqlardı көріп жүріп, nesip etsin. Xudayım endi patiya berip көрмөгөнмүн ғой мен, негиз билесең ғой мен ондайларға жоқпан ғой. Xudayım жолың жарық болсын, менің қолым емесіне үлкен апамның қолы деп ойлайық. Үлкен апам бар үш жерде, Қаллыгүл апамның қолы деп ойлайық. Үлкен ұстаздардың жолларын берсін. Енді менің жолым берсін деп айтпай қойын. Үлкен ұстазлардың жолын беріп, со той тарауында өзіңнің жолыңды тауып, мәртебең бәлент болып, со елдің, халықтың ықыласына бөліп жүре бергейсің. Және өмірде бүгінгі тойың оң болсын. Сізге бәлент лапыз тілейміз. Хәмеше olsa халықтың патиясы дуасын алып жүре бергейсің. Халықтың патиясын алған адам ешқашан кем болмайды. Әумин. Рахмет. Рахмет. Bir suretке түсіріп жіберіңіз. Rahmet. Al kelimiz biz betiniz açıldı. Rüstem ağamın şamırağına düz nesibeniz açıldı. Rahmet, kelin yorsat berek. Endi bir suretler gösteremiz. Rahmet. Kelinin beti açıldı, bir şabalak qağayıq meymallar. Endi Xuda qalasa hazır bet açarımızga jumaq jasaymiz. İzin Xuda qalasa hazır sanolu 5 minutdan jastlar toy meymaslandıramiz. Және өмірде той оң болсын.